Ассалаумағалейкум асылдарым, сырлы қазақтан мың сәлем. Бала кезімізде талай доп тепкен, ләңгі тепкен, асық ойнаған жерімізге келіп, туған жердің топырағынан нәр алып, жер анадан қуат алып, күш алып дегендей жалаң аяқ келе жатырмын. Бала кезім есіме түсіп, 3 ай каникулда бұл жерге келмей кетпейтінбіз, міндетті түрде осында болатынбыз. Атамыз бен әжеміз осында тұрды. Марқұм Майғазы мен Шәки. Біздің балалық шағымыз, мектептегі кезіміз осы Созақ ауданына қарасты Шу елді мекенінде өтті. Ана міне Тарсатөбе, Ақтөбе деп қоятынбыз. Бала кезімізде өте биік көрінетін. Шығу одан велосипедпен түсу өте қиыны болатын. Қазір шөгіп қалған көріп тұрсыздар. Мұхтар Мағауиннің Аласапыран деген кітабын оқысаңыздар, бұл жерде Тәуекел ханның тұсындағы оқиғалар, алдыңғы абзацтар осы Созақтың. Не істеп жатсыңдар, қыздарым? Қалдарым? Ау. Қай бері сағындар? Рахаттан ойнап жүрсіңдер ма? Жанның рахатын білет шарапат. Кешеріңдер, емоштай. Өші ұйықтадың ғой дейм, ә? Жоқ бұл күттің ғой? Маңдайыма, мұрныма алма түсіп,ошымға отырдым ғой. Біздің бауырымыз сияқты бұл да елдің азаматы болсын. Ел аман, тыныш болсын, осылардың болашағы жарқын болсын. Аллах акбар. Бізден ассын, өнерлі болсын, білімді болсын, табысты болсын. Адал жар тауып ұрпақтарыңызды өріп берсін. Бір қолынан ұстайтыңыз кетіп барасың. Саған ырымдап бердім. Алла берсе әділ етсін, ұрпағын көбейте бер, ұлдат көшқарлата бер Алла. Бұл кісінің жолдасы бейінде бір бала екен. Қазір неке шешесіне аяғы ауыр екен. Шешінде ол дейді. Аяғым ауыр. Ой, рахмет, айтқандарыңыз. Рахмет, дау менің айтқандарыңыз. Рахмет жандар, мамам болды. Анау істеп кетіңдер үйге кіріп. Иә, үйге кіріп. Анам шай шығар. Алғандарымның қоса қарып бірге қартайыңдар. Жақсылық болсын, жаманшылық болмасын. Алла жар болсын. Жұртқанда жолдарың болсын, Қыдыр алейхиссалам шылауларыңда болсын. Алла. Аумин. Жүрдік. Жатқыз жүрейін.